Бота екеуміз қалай таныстық? Барыңызға ассаламу алейкум. Қалай үйленіп кеттік? Барам қалдым. Жан. Тек қана Ахидың ойын білгім келді да. Ал Бека бұған мен пихат ете берген ғой. Бір қалада жүреміз, Астанада бір қалада жүреміз. Бірақ никак кездеспейміз ғой. Жоқ. Барлық қызық негізі мен туған күннен кейін басталды. Үй ана аман келдина деген бар ғой дейді. Киноға түсетін қыз ше дейді. Бота чё там деп. Желание бар ма деп. Енді сен олақ қозымен мен алдай болды деп. Жоқ, папасы менен де алады деп папасынан да алып отыр. Ужасты көріп өзі де айтты ғой. Мына мен жас кезім ғой деді ғой. Я не знаю, но как будто это мой человек деп айттым мен. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар, құрметті менің көрермендерім, YouTube сүйер қауым. Бүгін бізде семейный подкаст. Өзімнің семьям личный, жан-жарым, байлығым, бақытым, жүрегімнің жартысы, жаным менің. Қатты кет қалым ба? Иә. Қалжыңдаймын. Алдарыңызда қалжыңдаймын деген қалай? Кетті. В общем, Бота, Ақбота десем ренжиді просто. Бота. Барыңызға ассаламу алейкум. Бұл подкасттың түсіру мақсаты не? Бізді барлығы қалай танысты, қалай жүріп кетті, не то что жүріп кетті, а қалай үйленіп кеттік. Сол қызық. Бота өзінде енді кішкене қысқадан таныстыра кет. Мен оқырмандарыма арасында білмейтіндер де бар, білетіндер де бар. Мен сол аты жөнім Ақбота. Жан. Шыныма тимеш. Аты жөнім Ақбота деп қалай кетті? Кезінде актриса болғам, орамалға дейін 2 жылдай киноларға түстім. ТикТокта болдым. Сол актрисалықпен танылдым бірінші. Содан кейін Алланың қалауымен орамалға келіп, блогтар қарай жүргіздім. Сол. Болды, Иә. Жасында айттың ба? Жасым 18-де. Жасы 18-де, иә. Менің атым Олжас. Бота екеуміз қалай таныстық? Мен Ботаны қалай білдім, қалай таныдым? Өзім соны айта кетейін вкратце. Мен в общем үйде отырамын. Маған Айдос звондайды. Әкіміш ше, өзіміздің әкіміш. Звондайды да айтады: досы ма дейді. Мен айтамын: не оқып қалды дейді. Ана бар ғой, ТикТоктан актриса қыз бар ғой дейді. Ана аман келдина деген бар ғой дейді. Киноға түсетін қыз ше дейді. Қазір орамал тағып кеткен дейді. Қайсы деп жатырмын мен? Валлахи танымай тұрмын да енді. Былай қараймын, қандай актриса мен вообще көрмейтін да бұны. Вообще не оқып қалды оған деймін. Сол бар ғой, в общем, типаж парней деп сен фотоны салып қойыпты дейді. Сындырып алса, сөйлесейді қойды маған конечно. Сөйлесіп көрсе деген сөз. Сөйлесіп көрсе дейді. Мен кәне жүрші деймін ғой. Енді өзіме де қызық та енді салып қойғаннан кейін. Актриса деп жатыр. Жоза қыз деп қоямын. Кіремін. Мына қыз ба деймін. Енді 1-2 рет көргенмін ғой. А так былай үніліп, былай қарамайтынмын вообще. Былай қарамайтынмын, в общем қарамайтынмын Ботаны. Сосын былай қарадым. Мен фотомды салып қойып, дедім, болды. Не жазған жоқпын, былай істеген жоқ. Сен өзім маған подписан болдым бірақ. Добавить в ответ деп тұрды. Этот коммент жаздың сен, жазып кеттің. Жоқ, мен сөйді саған жазбайтынмын. Ботаға жазбағам мен. Жоқ, енді былай қандай ғой, қазір ойлап қалып жүрмеңдер, собственно, типа Ботаны унижать етіп жатыр деген сияқты емес. Мен как есть, қалай бәрі басталды, соны айтып жатырмын сендерге. Мен қалай Ботаны таныдым, Бота мені қалай таныды. Дорогая. Любите девушки простых романтика. Бүгін бізде енді маңызды күн Бота. Некеге заңды түрде тұрған күніміз. Соны мен шын жүректен сені құттықтаймын. Аяқ асты кез келген кезде, кез келген жерде, кез келген уақытта қуантуға себепкер болатын ол FlowWow. Сіздер FlowWow-мен өздеріңіздің жақындарыңызды әлемнің кез келген жерінде қуанта аласыздар. Себебі қазіргі таңда FlowWow 30-ға жуық мемлекетпен жұмыс жасайды. Сіздер бұл маркетплейста тек қана гүлдер емес, торттар және де басқа да пирожныйлар, клубника, шоколад деген сияқты басқа да кондитерлік өнімдерді таба аласыздар. Алдымен өзіңізге ұнаған букетті таңдайсыз, оны өзіңіздің корзинаңызға қосасыз. Жеңілдік үшін жарнамалық кодты қолданыңыз. Құрметті оқырмандар, осылай гүлдерді қалаған жерде таңдай аласыздар, жеткізбей тұрып сіздермен алдымен ақылдасады. Сіздерге курьермен жібермес бұрын алдын ала сізге суретін барлығын жібереді. Доставка барлығы тиімді, егерде бұл моменттер оқып қалады ғой, енді үлгермей қаласыз бір жерде, қолыңыз тимей жата, таңдауға, уақыт кетіруге, іздеуге. Бұл жерде дайын деген фильтр бар. Барлығы сіздер үшін дайын болып тұрады. Егер де сіздерге жеңілдік керек болса, 15% жеңілдік болады. Ол үшін просто Олжас деген промокодты қолдансаңыздар болады. Февральдың соңына дейін сіздерде уақыт бар. Так что жүктеп алыңыздар. Описанияда толық сілтеме ақпарат тұрады.
сіздерге обязательно көмегі тиеді деген ойдамын. Жақындарыңызды әрқашан қуантып жүріңіздер, өздеріңіздің алтын уақыттарыңызды бағалап тиімді қолданып жүріңіздер. Ал сіздерге бұған көмектесетін әрине Flow әрқашан қасыңызда. Ал бота оған дейін мен былай көріп жүретін тоже. Сөйтіп мен фотом салып қойған ғой. Мен бұл ойладым, дедім да, барлық шындықты айта берейін ба? Айта бер. Общем, айта берейін, жасыратын несі бар, ақиқат қой. Бір қарадым да енді, дедім да, болды. Бірақ андай басым кетіп, сөйлесу керек, момент жібермеу керек деп. Өйткені бәрі комментария жазып жатыр ғой, Олжас сармайыс етпе деп бәрі жазып қойған ғой. Олжасхан тармайыс етпе деп, адамына деп былай қарадым. Ал кезде менде жаңағыдай YouTubeға влог түсіп жатыр, короче, андай мындай движняк контент, короче. Қызға уақыт жоқ та. Жарайды дедім да, былай жаба салдым теманы. Сосын бір күн тағы жүрдім да. Ол кезде бұл қыз андай стримда отыратын, андай сөйлесетін, біреулермен батл ойнап жүретін. Мен брачкалармен, бекалармен, айдостармен, жаңағы ахи бар ол кезде. Ахи жоқ ол кезде, әлі ахи жоқ, қазір айтамын. Сөйтіп мен ботаны былай таныдым. Бота екеуміз бір-бірімізге подписка істедік вроде. Содан кейін тағы бір пост салды бұл. Бір фотосын салып қойған ғой. Бір фото салып қойған, и фотосының астына бір сан қойып қойған ғой. 134 па, сондай. 168 номер деп. Мен фотоны ашып айқамаймын да ғой. Оны да маған айдос айтады ғой, сен атымен салып қойған деп. Мен қайтадан кіремін да, қайтадан қараймын. 168 деп кішкентай пісек қойған ғой фотоның шетіне. Мен соны көрдім да. И келесі листать етсем, 168 номерде Олжас деген ат тұр екен. Сосын ойланып қалдым, мына қыз слишком деп. Слишком кетіп барады деп. Сөйтіп жүрдік, бірақ сол күйі біз сөйлеспедік те, сол күйі жай ғана бір-бірімізге подписан болдық, сосын отписка жасадық, сөйтіп жүре бердік. Бір-бірімізге жазбадық та, сөйлеспедік те. Бірақ біздің андай ортақ достарымыз болды. Біздің кругтағы балалар чисто осылар араласатын ғой. Бека, Буба, жаңағы Бота деген, Айдос дегендер бәрі бір кругта жүріп, жаңағы Назек бар дегендей. Бәрі бір-бірімен көріскен ғой, бәрі. Тек мені ғана көрмеген. Бәрімен көріскен, былай бір әңгімеде ортада отырған. Бірақ мен болмағам. Мен жазбадым. Неге Ботаға мен жазбадым? Мен ол кезде Ахимен дос болдым. Меккеден келдік біз. Бірінші рет бардық па, екінші рет барған кезде ма? Екінші рет. Екінші рет барған кезде қойдым вроде. Қайтадан келдік, сосын Меккеге қайтадан Ахи кетіп қалды да, өзі жалғыз. Сосын мен іштей осылай өзім күтіп жүрдім да. Иншалла осы қыз маған қайырлы болса, осы қызбен сөйлесем деп өзім ниеттеніп жүрдім да. Енді Ботаға көңілім біраз былай бұрылып жүрген кездерде. Бірақ әлі шаг жасамадым, өзім жазып, там бірден не жіберіп, гүл жіберіп деген темалар вообще болмады. Потому что мен тек қана Ахидің ойын білгім келді да. Енді досым ғой, бауырым дін жағынан дегеннен кейін қазір мен осы орамалдағы қызбен жүрсем мәз болатын шығар деп ойлағанмын ғой кезде. Сосын Нұрсұлтанға айтамын, Нұрсұлтан Меккеден келеді, соны күтемін до конца. Нұрсұлтан келеді, сосын Нұрсұлтанға айтамын, Нұрсұлтан, короче, TikTokта бір қыз бар, сонымен сөйлескім келіп жүр, қалай ойлайсың деп өз ақылыңды айтшы деймін ғой. Кәне көрсетші дейді. Сосын Ботаның фотосын көрсетсем, жоқ Ахи, керек емес, сөйлеспе бұнымен дейді маған. Ойбай не болып қалды десем, Ахи мен сен одан қызғанамын, мен білемін ғой дейді маған. Мен бопты, жарайды деймін. Сонымен тағы ұмытылып кетеді Бота менде, короче, жарайды деймін да, болды, точкасын қоя саламын, сөйлеспеймін да, жазбаймын да. Жоқ, сол наоборот екінші Меккеге барардың алдында болды. Екінші рет біз Меккеге барған кезде вот бәріміз бірге. Сосын біз отельде жатсақ, енді жаңағы тема барлығы болды ғой. Өзі бір кезде отырсам, жатырмын ғой енді сотка шұқылап. Bir кезде қарасам, Ахи мен екеуі прямо ойда отыр ма екеуі. Әңгіме жіберіп, угорать етіп, Нұрсұлтан былқ етпейді ғой. Былай қарап қоямын. Жарайды, қыз үшін әңгіме айтпай қойын, сөйлесе берсін дедім ғой. Сосын өздерінің бір анауына кепештері болып, өздері қырылып, өздері ренжісіп. Сол батылдан кейін барлығы ойлап қалды енді Бота мен Ахи жүрді, типа деп барлығы ойлап қалды. На самом деле вообще жүрмегенде ғой екеуі. Бірақ осы сөйлескеннен кейін, жаңағыдай желанияға ұтылғаннан кейін, екеуі бір-біріне задание бергеннен кейін барлығы ойлап қалған ғой енді. Қазір білесіздер ғой, біреуді мен мысалы басқа қызбен көрсе, қазір автоматом қосып жүреді дәл солай сияқты ғой. Сөйтіп прикол болып әйтеуір солай не істеп екеуі қырылып жүрді, там анау бірге съемкаларға түсіп жүрді. Сол кезде былай үндемей жүрдім қарап. Дедім, тағы неме болды мысалы? Не болды? Біз в общем сөйлеспей кеттік, короче. Вообще мен оны ұмытып кеттім, бұл мені ұмытып кетті. Кім сөйлеспей кетті? Біз екеуміз. Біз вообще сөйлеспедік қой. Жоқ, вообще в целом ұмытып кеттік бір-бірімізді. Андай мән бермей кеттім, мен вообще ұмытып кеттім. Бота да ұмытты, мен де андай өзіміздің жұмыстарымызбен кетіп қалдық та. Мен ол кезде бір ортам сол Назектар болды ғой. Бубамен араласып жүрдім, Назектармен, Қарақат деген подругамыз болды. Төртеуміз солай сөйлесіп жүрдік. Сөйтіп арамызда енді қозғалатын сондай тема Олжас туралы. Сондай болатын енді айтатын. Айтсайын? Осындай деп. Содан кейін мен кішкене андай бір желанием құрып кеткен. Жарайды, қойшы деп ұмытып кеттім. Қазір дальше айтып беремін енді, пока мисс Бота айтып берсін, мені қалай танығаны. Иә. Маған да қызық болыпты. Мен басында негізі андай ойламадым. Вообще андай ушығып кетеді деп. Басында сондай бір тренд көріп қалдым да мен. Сосын өзім жасадым. Сонда не мен
Жоқ. тренд үшін ғана қойдың? Жоқ. Енді андай ғой. Ұнайтын қырларын көрдім да. Маған ұнайтын қырларын ожастан байқадым да. Енді көріп жүрдім ғой бұған дейін блогтар. Ата-анасына деген сыйластығын көріп, сондай қырлар ұнады да маған өзіме. Сөйтіп, солай сенің фотоңды қостым. Сөйтіп, салып жерін атып кетті. Ана жерде мен ғана фотом болған жоқ, бірнеше жігіттік болды, 2-3-4. В общем, былай салдың ғой, қайсы ответ қайтарады деген сонымен сөйлесіп кетеміз. Жоқ, қоймаш. Солай ғой, явно? Жоқ, қоймаш. Жарайды. Сосын коммент жазып я помню еще. Біреу жазып жүрген ғой. Ожас шанс бар деп. Соң ответ берген. Шансы всегда есть деп. Надеюсь, не фан аккаунт дедім бе бірдеңе дедім. Жоқ, шанс всегда бар ғой. Сынбайтын қыз жоқ, сындыра алмайтын ол бар. Содан кейін подписка істедік. Мен ойланып жүрмін, неге жазбай жүр? Бірақ күттім ба сен менен сообщение? Вроде подписался деп. Мен күттім, честно, күттім. Потому что бұл маған андай ойнап жүргендей болды маған бар ғой. Мен дым бірақ саған үміт бермегенмін ғой. Жоқ, андай. Мен просто сен посттарына комментарий прикол ретінде жаздым. Ана жауап беріп болды. Мен басқа личный движение істемегенмін. Жоқ, андай бір момент болды. Бір уақытта бүкіл фотома лайк басып саған. Мен вообще сен фотоларына лайк баспаған. Бастың. Я помню. Мен вот кеше бізде клип болды ғой. Сол кезде қарап отырмын, мен сенің фотоларына лайк баспаған. Сен алып салғансың потом. Лайк бассам басқан шығармын. Бірақ ол кезде сенде аз-ақ болды. 5-ақ фото ма, 6-ақ фото болған ол кезде. Иә, сол кезде. Сол кезде бір моментте бәрінен басып шыққансың. Соны помню и ойлайтын, ну неге жазбай жүр? И жарайды деп. Потом анандай болды. Ответы на сторисы деген бір-бірімізге ответ беріп. Мен февральда Астанаға келдім. Сол Бубамен кездесіп, достармен кездесіп, сол кезде ожасты көрмей кеткенмін. Бірақ Тілеужанды көрген. Иә, Тілеужанды көрдім. Мен қайда, мен ол кезде немесе жүрдім. Ол кезде мен ана Тілеужанды 14-дің проектімен жүрдім ол кезде. Білмеймін, бұған да бәрі болды, маған да бәрі болды, жүре бердік. Андай болды ғой, менде өмірде көргім келді. Просто қандай жігіт екен деп ше. Бірақ білмеймін, бірақ қайрылысып болмады сол ше. Біз қашан жарты жылдан кейін бірақ көрістік қой. Моменттер болды сондай енді. Қызық болды өтті қызық болды. В общем, Алматыда бір уақытта бірге жүреміз, бір қалада жүреміз, Астанада бір қалада жүреміз, бірақ никак кездеспейміз ғой. Бірақ мен жанымдағы достарыммен, жаңа Бекалар бар, кімдер бар, барлығымен былай өмірде көріскен да, ал менімен көрісе алмай жүр. Мен де онымен көрісе алмай жүрмін. Былай андай тағдыр қоспай жатыр да андай бір-бірімізді көрейікші деген сияқты. Ойда салмайды ғой бір-бірімізді. Барып жазшы мынаған деген сияқты. Жүрдік, сөйтіп. Мен бір құрбым бар, тоже Орамалдағы. Бір рет сол сөйлесіп жатқанбыз. Сол кезде сол лайк басып жүрген кездер ғой. Сөйлесіп отырмыз да. И сол тема кетеді, Ожас жайлы. Сен білмеймін, аузымнан мынандай сөз шығады да мен. Я не знаю, но как будто это мой человек деп айттым мен. Как будто это мой человек деп айттым. Сол кезде сол құрбым айтқан. Это громкое заявление деп, громко сказано деп айтқан. Сөйтіп содан кейін ұмытылып кеттім бәрі. Ұмытылып, уже вообще сөйлеспей, көріспей, бұл мен отписка жасап, не по теме. Енді очень ладно. Сол, в общем, потом этот Бекамен подругам болған. Бека подругам болғанда андай ғой, сырласым болды да. Мен андай ішімдегінің бәрін айтатын Бекаға. Кім ұнайды, кім ұнамайды, қандай состояние деп. Ал Бека болған мен пихать ете берген ғой, короче. Иә. А бұл да, короче, бірдеңе айтқысы келсе, через Бека жеткізетін маған. Жеткізетін деген Бекаға айтатын, а Бека по-любому маған айтып қояды ғой. Жоқ, одан кейін ғой, семен етпей тұрып қой. Оған дейін біз кәдімгідей подруга болатынбыз андай. Мен оған айтатынмын, айтпа ештеңе, хорошо, анау десем, мен сөйтсем, почта ойлап печкен болып жүр екен, Ожасқа айтып бәрін жеткізіп жүрген ғой. Мен бәрін енді логично ғой. Бұл да анандай немен істеп тұр ғой, мысалы. Типа, досы по-любому оған айтады, айтып барады, айта салайын деген сияқты. Қойш вообще. Жоқ, сен ойла, сен қалай есі дұрыс адам барады да, именно сол ұнататын адамның жан досына барып айтады өз секретін. Ол дос по-любому анаған жеткізеді ғой, логично. Жоқ, менде ондай вообще ниет болмады. Жоқ, онда. Бека бірақ маған бәрін жеткізіп беретін. Иә. Сосын мен айтатын. Буба да маған бәрін жеткізіп беретін. Сөйтіп екеуі, короче, екі жақтан бізді қосып жүрген ғой. Сөйтіп. Уақыт өтеді. Сөйтіп уақыт өтіп кетеді, короче. Барлық қызық негізі мен туған күннен кейін басталды. Біздің жүріп кетуіміз туда-сюда. Мен туған күнім 21 болды. Барлығы мен туған күнімді желкемнен шығарды. Барлығы маған жазып кетті, ананың сыйлығына қуандым, мынаның сыйлығына қуанбады, анау мынау деп. Не дейсің енді? Үндемедім, жарайды дедім, болды. Мен әйтеуір ешкімге ренжім жоқ, мен қуанышты болдым. Ешкімге жамандық істеген жоқпын. Главное, ешкімге жамандығым тиген жоқ. Сосын хая деп, в общем, туған күнім жабылды. Енді сендер білмейтін мына жақта қаншама мен туған күннен кейін болған историялар бар. В общем, мен негізі ортамды тазаладым туған күннен кейін. В общем, болды. Өзім жалғыз қалдым, білмеймін неге екенін. Туған күнім 21 болды.
бота сен 18 келдің, иә? 18-ге мен ботаға да пригласительный жібере салам, туған күніме кел деп. Как раз Астанаға келе жатыр екенсің, туған күніме қонақ болып кет деп жібере салам. Сосын мен жұмыстармен жүрмін, енді туған күніме дайындалып 2 күн қалды. Сосын ол кезде менде банан бар, машина. Сол кезде жүрмін да Бека келеді маған. Досым кешке машинаңды бере тұршы дейді. Біреулерді күтіп алу керек еді аэропорттан дейді. Маған айтпайды мыналар келе жатқан. Сөйтіп мен айтамын, кім келе жатыр бірге отыр десем, жама кімдер ғой дейді, Бубамен барып күтіп аламыз дейді. Мен айтамын, бота ма деймін. Иә, ботан дейді. Жарайды деймін да. Сосын біз бірге жүреміз, как раз жұмыстарымен бітіріп. Сосын айтады, досым кетіп бірге барып қайта салайық та, анау дейді да. Бубаны алып аламыз, үшеуміз бірге барамыз. Ертерек барып қоямыз ба, мен ұйықтап қаламын, артында. Ұйықтап жатырмын, бір кезде есік ашылады, тақты, сөйлес, анау-мынау, бір кезде алдыма қарасам, бота отыр, мен артында ұйықтап отырмын. Біздің ең бірінші кездесуіміз солай болды. Мен артында ұйықтап отырмын, бананның артында, ал бота алдында отыр. Ал за рулем Бека, мен сол жағымда Буба отыр. Сөйтіп ұйықтап отырмын да, қараймын, бота кепті ғой деймін да. Привет, бота дей салам. Сол айттым, привет, бота дедім. Артына қарады, привет деді. Мен дальше ұйықтадым, сөйтіп үй жағына бардық, түстік. Мен как раз ботаның сумкасын алып көтеріп үй жағына кіргізіп бара жатқанда Бека артымыздан келе жатыр ғой, магазинға кіргенде айтады, досым, екеулерің капец жарасасыңдар дейді. Мен қоя деймін. Еще біз как раз оның үйіне келе жатқанда мен айтқам, бота бүкіл киімдеріңді алып келген шығарсың, сен енді Астанада қаласың ғой деп, по приколу айтқанмын ғой негізі. Барлық киімдеріңді алып келген шығарсың, енді Астанада қаласың ғой деп. Солай сөйтіп айттым. Сосын үй жаққа бардық. Үйге барғаннан кейін тағы көріспей кеттік туған күнге дейін. В общем, біздің екінші кездесу біздің туған күнде болды. Боталар келеді. Ол кезде мен туған күніме миым ашып жүр. Честно, кім келіп жатыр, кім кетіп жатқан, андай қатты не істеп жатқан жоқпын. Главное, қонақтар түгендеп жатырмын, бәрі отырды, туда-сюда, миым қатып жатыр. Біреу сөйлеп жатса, әрине естімей қалу деген болады ол кезде, өйткені ойында басқа нәрседе. Туған күнім өткеннен кейін примерно бір аптадай біз ботамен тағы сөйлеспей кетеміз. Вообще көріспей, сөйлеспей кетеміз. Енді жаңағындай шу болып жатыр, анау болып жатыр, мынау болып жатыр. Сосын как раз Әсеттің берген мотоциклі бар. Сол мотоциклді зарядкаға қойдық та. Сол кезде Әсетке айтамын, жүр Әсет, қаланы бір айналып келейік деп, мотоциклді көрейік, қалай жүреді екен деп, екеуміз видео түсіріп қалада кетіп бара жатсақ. Астанадағы мәңгілік елмен кетіп бара жатырық қой, прямо. Ортасында арка бар ғой. Сол жерге барып, білмеймін, каким-то образом тоқтаймын мен өзім. Сосын тоқтап бұрылып қалсақ, Буба мен бота кетіп бара жатыр. Чо за совпадение, чо за қайттан андай аяқ астынан кездесу дедік та. Бізді өмір былай кездестіретін, айтқызбай ше былай. Бүгін кездесейік демей, былай өзіміз кездесіп қалатынбыз былай, каким-то образом. Содан кейін. Сосын тағы сондай бір случай болды. Сол кезде мен енді ботамен от души сөйлестім. Таңға дейін екеуміз мәңгілік елдің ортасында тұрып, жаңағы аркада тұрып сөйлестік. Сол кезде бірінші фотоларымыз бар. Мына жерге қойын. Ең бірінші бірге совместный фотомыз екеуміздің. Сол күннен бастап байқаған шығарсыңдар, бота ешқандай стрим, инстаграм жүргізбей кетті. Білмеймін, бірақ мен оған инстаграм анамда жүргізбе демедім, бірақ мен оған бір ақыл, өз кеңесімді айттым. Просто ол тиктоктан мынандай стримнан бәрінен жоқ болып кетті да. Уақыт өтті, тағы бір іс-шаралар өтті бізде. Сол кезде тағы бота келіп тұр, Бубамен. Ол кезде тоже андай солай таныстық та. Сөйтіп жүрдік те, ботаға мен сұрақтар қоя бастадым уже. Бота деп. Бота чо там деп, желание бар ма деп. Танысайық деппін ғой. Енді ол кезде өзіміздің тағы бір екі нелеріміз болған, андай нюанстар. Соның барлығын не істеп жүрдік та, учитывать етіп жүрдік та сәл-пәл. Бота екеуміз бірінші жүргеніміз тарап кеткен, ол Жасыбайда, иә. Чоко құлпынайдың ашылуына барған кезде біз екеуміз былай месе мойнынан былай ұстап бара жаттым ба, или сондай бір видео тарап кетті. Әңгіме айтып бара жатқанмын ғой негізі. Сол кезден бастап біз неге шын жүріп бастағанбыз. Ол кезден бастап біз енді инстаграмда, тиктокта барлығында доспыз деп айтатынбыз. Енді айтқымыз келмеді шыны керек. Мен бірақ ботаға сөз салмағам жүрек деп. Біз былай сөйлесіп жүріп кеттік, иә. Былай сезіміміз ашылып кетті енді андай. Ашылып. Через инстаграм, через тикток махаббат болған жоқ бізде вообще. Зато андай өмірде махаббат болды да. Біз бір-бірімізді былай таныдық, сөйлесіп, сырласып. Мен андай айтатынмын ботаға. Бота, мен енді ботамен жүріп кетпей тұрып, андай жас болдық қой енді біз. Құдайға шүкір ақша бар, жүресің, жаңағындай балалар жүр жанында, машина, қыдырыс, туда-сюда, жастықпен көп нәрселер бүлдіріп қойдық енді. Ол рас. Главный тәубеге келдім қазір, бәрін қойдым.
лишний левый движняктар жоқ. Әйтпесе болды, мен мойындаймын. Қазір айтайын, болды, бәрі болды менде. Енді жас болғаннан кейін болады да, ол балалар болғаннан кейін түсінеді ғой енді. Сендер түсінесіңдер, қателеспейтін пенде жоқ. Енді көрдік, қызықтадық. Бірақ сонда түсіндік та, ол керек емес дүние екен барлығы. Сол кезде ботада айтатын, қой бәрін таста, жүрме олай деп. Білмеймін, енді сендер ойлап қалжыңдар, мен аландай болды деп. Жоқ, мен енді андай в меру ғой, анда-санда болып қалатын дегенім ғой, андай қыдырыстар, андай движняктар. Солай сөйтіп жүріп ботамен кезіктіріп, ботаға айтқан, бота, мен енді ботаны көріп тұрмын да, орамалдағы қызды алдымда тұр. Мен өзім андай жас болғанда жаңағындай движняктар туда-сюда, андай клуб дегендер болатын тоже. Сөйтіп айттым, бота, мен саған достойный емеспін конкретно. Сөйтіп айттым мен саған, сол кезде аркада тұрғанда айттым, бота, мен саған достойный емеспін дедім. Сосын ома айтты, сен неге өзін солай төмендетесің деді. Немен деп айттың сен маған? Достойный емес деген бұл өмірде жоқ дедім саған. Мен андай ойлайтын да, енді тең-теңмен, тезек қабымен деген сияқты ғой енді. Мен өзім солай жүрмін бе, значит, бәлкім маған сондай қыз бұйыратын шығар деп. Мен өзім анандай айта алмаймын, мысалы, маған инабатты, ибалы, базар жоқ. Әйел алғанда дұрыс әйел таңдау керек. Өйткені сен онымен өмір бақи өмір сүресің. Асықпау керек. Ол андай алып жоқ ұнамаса лақтыра салатын нәрсе емес қой енді. Ойландым. Сосын ойландым, бәлкім мен ботаға не емес шығармын деп. Бірақ плюс-минус болу керек қой, бірақ мен айтамын, мен мынандай болсам, бота андай болса, значит, не зря біз кездестік бұл өмірде деп қоямын. Өзім бір жағынан ойлаймын. Мен бәлкім өзіме сондай қалай жүрдім, қалай не істедім, сондай қыз бұйыратын шығар деп жүрдім. Менде негізі бірақ желание болды қатты үйленуге. Потому что мен бұл мынандай движняктың бәріне шаршап кеттім да, қыдырыстан, туда-сюда движняктардан, жаңағы ортадағы темалардан бәріне шаршап кеттім шын. Сосын ішімнен былай жүрдім, үйленсем екен, бір жақсы қыз бұйырып қап, болашағым бұйырып қап, мен үйленіп кетсем, тек қана осы семьям деп жүрсем деп. Ол кезде енді ойлайтын нәрсе басқа болады ғой. Сөйтіп жүрдім, қателеспейтін пенде жоқ. Жүрдік, қыдырдық, көрдік бәрін. Сөйтіп ботамен сөйлесіп бастағаннан кейін мен уже алыстай бастадым да бәрінен. Ақырын. Уже ботамен жүре бастағаннан кейін мен уже по полной не то, что типа андай. Просто мен өзім солай ботаға айттым. Бота, сен главное мен жүріс-тұрысымды білдің, сен мені осылай принимаешь? Айтты, мен сені осылай қабылдаймын деді. Сен недостаткаларымен, сен минустарымен деді. Өткенде ертең копаться не будем дедім. Ертең өткен анандай ана қызбен жүріп едім, мына қызбен жүрдім, андай движняктарым бар, неге айтпадың, неге болмады, мен ойладым сен мындайсың, андайсың деп. Мен ботаға как есть өзімді солай көрсеттім бар ғой, мен андай. Көрсеткенде в целом вообще мен білетінмін оны. Содан кейін мен андай қызықпадым, точнее андай болды ғой. Типа адам білгім келмеді ма? Мен білгім келмеді ма? Типа сен уже біліп тұрдың, мен. Примерно ол мен представлять етті осындай жігіт деп. И менде интерес болмады басында. И біз андай жасыбайға барып, сөйтіп сөйлесіп жүргенде менде уже сезім бүйтіп ашыла бастады да, ұлғая бастады. Былай айтқанда андай қылып айтсам, мен мысалы жалпы ата-анам ажырасқан. И мен өзім жалғыз жалпы андай ответственный қыз болып өскен ғой. И жылулықты көп қалаймын, вниманияны көп қалаймын мысалы. А бұл мен сол жылулығымен, вниманиясымен баурап алды. Сөйтіп бауранып қалдым. Мен андай ғой, ботамды тоже жаңағындай танымай тұрып, барлығын біліп алғам да, енді отбасы осындай. Маған ондай важно емес та. Адам андайына жазғаны болады бұл өмірде. Құдайға шүкір. Биттім, короче, алдымда айттым. Мен де ботаға былай тұрмын да айттым, бота, мен сен барлық қыр-сырыңды, барлық жаңағы жағдайыңды, күйіңді бәрін білем дедім. Мен сен солай қабылдаймын дедім. Тоже в ответ. Болды дедім. Сөйтіп екеуміз сөйлесіп кеттік. Жүріп кеттік, в общем. Екеуміз жүріп кеттік, жүріп жүрдік. Мен айттым, бота, мен скорее всего сен папамен танысам дедім. Екеуміз арамызда енді қатты андай нелер болған жоқ. Типа, біз енді білмеймін, 2 ай жүрдік қой, 2 ай жүрдік. 2 айға жетпей даже 1,5 ай. 1,5 ай жүрдік, и біз сразу тәтті шай болды, біз неке қидық. И міне бүгін заңды түрде, бүгін нешесі, міне подкаст түсіріліп жатқан күн 16-сы. Дәл бүгін біз не алып отырмыз? Неке куәлігін. Аллаға шүкір. Андай болды, короче, бір-бірімізге андай қалай бар, солай қабылдадық. Мен
до этого енді жігіттер енді білесіңдер ғой, қыздармен танысқанда өзің лағып кетпейсің ғой, қуып. Любой бір қызбен таныссаң, ұнатқан қызбен таныссаң, сен лағып кетпейсің ғой, өзіңді былай көрсетіп, деп балалармен жүрген сияқты. Басында өзің біраз ұстайсың, әдемі жағында қыр-сырларыңды көрсетесің, ұнау үшін, жағу үшін, сындырып алу үшін, там өзіне қарайсың, анау мына киіміңді түзеп барасың, үстіне күшті иіс сеуіп барасың, шашыңды түзейсің деген сияқты. Әр нәрсеге қарайсыңдар да, қыздың көңілінен шығу үшін. Ал мен ботамен жүрген кезде, ботамен сөйлесіп басқа вообще андай ғой. Как попало ғой. Түрім мынандай болып жатыр ма, түрім аузым сасып жатыр ма, пофиг, ботамен барып сөйлесем, бүйтем, сөйтем. Вообще андай сөйтіп мен айттым да, ботамен қалай бар, солай жақсы көр. Мен де сен қалай бар, солай жақсы көремін. Бір-біріміз солай қабылдайық деп бір-бірімізге айтқанбыз. Бота айтты маған, сен осылай ұнайсың деді. Мен де ол үшін маған былай айтатын бастайын, сен мен папама ұқсайсың дейді. Иә. Мен бірдеңе айтып қалсам, прикол айтып қалсам, бірдеңе істеп қалсам, сен тура папам сияқтысың. Папам осылай айтады. Деп тура папам сияқтысың. Сен мен папам екеулерінің әңгімелерін күш жарасатын сияқты дейді. Өзім мен папасымен таныс емеспін вообще. Сөйтіп жүріп айта бергеннен кейін папасымен, папаммен кездесейік та дедім, танысайық та дедім. Давай Алматыға барайық онда деді. Сөйтіп былай уақыт келтіріп телефонмен танысып жаймен. Сосын айтты, келіңдер күтіп аламын деп. Папасы енді былай шет жағасын көріп жүр ғой TikTok-тан. Ботаға звондап, "Что там, Олжасхан?" деп прикол ұстап қояды. Ботахан деп. Сөйтіп. Енді былай қарадым да, папасы енді өнер саласында жүргеннен кейін қайынатам енді Құдайға шүкір, жақсы адам. Өзіме қатты ұнайды. Қатты сыйлаймын. Олжасты көріп өзі де айтты ғой. Мына мен жас кезім ғой деді ғой. Примерно маған деді. Мен енді қазір жүреміз, күлеміз, прикол ұстаймыз, бір-бірімізге түсінеді да. Өйткені ол кісі маған былай айта берейікші, асықпай. Сөйтіп екеуміз Алматыға барамыз. Бота екеуміз билет аламыз, Алматыға барамыз, папасымен кездесуге. Мен де андай ғой енді. Өмірімде ең қатты ұялған моментім сол кез болған шығар. Білем, Инстаграмда, TikTokта көріп жатсыңдар, андай түрім бір ұялмаған, бір өз үйінде жүрген адам сияқты болып жүр, бірақ на самом деле іштей қатты ұялдым. Андай барып, жақындап жатқан сайын уже, мәқа сен папаның қолын алам, сөйлесем дегенде, андай қобалжу болады. Өйткені ол кезде мен жанымда ешкім жоқ, өзім жалғыз барып, ол андай смелость керек не, жігіттер андай ше барып папасынан қолын сұрау деген. Өйткені сендер серьезный өмірге қадам басып жатсыңдар да. Мен қазір папасының көңілінен шықсан, ата-анасының көзінше өзінің отбасын барлығын таныстырасын, енді өзін ұялып тұрмын да бір жағынан айтмай кетші. Күйген дүние күйіп кетсін. Адам ғой түсінер, өзімді қалай бар солай істайын. Былай қарасаң, папасы әңгімен жіберетін сияқты ғой деп. Сөйтіп барып машинаға отырсақ, папасы менен ұялады, мен папасынан ұялып отырмын. Олар айтады, ойбай сендер екеуің сөйлесе ме десем, ұялып отырған жан. Папасы айтады, қазір үйреніп алайық та енді деп қояды. Мен де былай дестедім да, сосын сөйтіп үйреніп екеуміз сөйлесіп кеттік. Әңгіме жібердік. Сосын сол күні түнде біз тауда болдық как раз. Тауда болдық, сол кезде папасымен сөйлестім. Папасы айтты, жүр, Олжас сөйлесіп қайтайық деді. Енді келіп жатқан ниетімді көріп жатырмын, қызымның қолын сұрайын деп жатыр екенсің. Анау, бүйтіп әңгімелер жіберіп жатыр да енді. Мен тыңдап тұрмын да. Сол кезде айтқанда енді маған, Олжас балам деді. Қандай жағдай болмасын деді. Енді есімде өмір бақи болатын нәрсе, қандай жағдай болмасын, отбасын сақтап қал деді да. Қандай жағдай болмасын, отбасын сақтап қалуға тырыс деді. Отбасын үшін өліп тұр деді, в общем. Сөйтіп жарайды дедім. Енді оны білесің да, бірақ жарайды дедім. Өйткені көрген, білген адамдар айтады ғой өз ақылын. Сол кезде айтты да маған, Олжас, мен саған әке орнына әке бола аламын. Дос десең досың да бола аламын. Сырлас десең сырласың да бола аламын. Ойнап та күле аламыз, мұндаса аламыз, сырласа аламыз. Любой момент мен саған көмектесем балам деді. Сол кезде бір андай. Өмірімде 5 жасымда әкемнен қалғаннан кейін әке деп айта алмағанмын да мен ешкімге. Сосын Бота да маған айтты, типа, қалай айтасың деп айтты да, мен папамды қалай айтасың, мамамды қалай айтасың деді. Мен не ғой деп. Не ғой деп айтам дедім. Не ғой деп. Жоқ, мен айттым, үйреніп кетсем айтам дедім. Өйткені мен өмірімде әке деп айтпағам, ешкімге айтпағам. 5 жасымда әке деп айттым ба, есімде жоқ. Бірақ әке деп үйренбегеннен кейін қиын екен. Сосын енді бір жағынан сезіндім да, сол кезде мен былай алды да, отбасымызға қош келдің балам деп айтты. Кел деп құшақтады. Енді анау құшақтау андай бір жай былай құшақтай салу емес, анау бір құшаққа қысып тұрып, сезініп, еще маған былай айтты. Олжас деді, осы күннен қаншама енді Ақботаны уайымдап жүрмін деді.
ана ертең тұрмысқа шығады, енді есейіп жатып бой жетіп жатыр, уайымдап жүретінмін. Бірақ инстаграмнан, тиктоктан сенің отбасыңды көріп, апаң мен мамаңды көріп, енді баратын жері жылулық тарып тұр да дейді, андай. Сосын бір көңілім көншіді дейді, сәл уайымым сәл былай кетті дейді. Сол кезде бір енді андай үмітін ақтау керек те. Енді мен өзімнің үйдегілерім үшін ответ бере аламын да. Всегда мен мамам алтын кісі, мен білем, мен мамам андай өте күшті ене болатын, потому что андай адамда ол сөзбен айтып жеткізе алмайтын адам, мен мамам алтын адам. И мен всегда айтатын, мама, біздің келіндерге негізі повезло ғой деп, сізбен всегда айтатын, мама, сен келіндеріне повезло, негізі сен сияқты мамамыз бар, сен сияқты енесі болады деп. Маған өйстіп айтатын, мама, олжас, сен қандай жағдай болмасын, мен сенің отбасына араласпаймын дейді. Не болсаңдар өздерің шешіңдер. Маған сендердің тату болып, бақытты болып жүргендердің жетеді дейді. Мен сендермен тұрам, сендер мені тастамаңдар деп мен сендерге айтпаймын да дейді. Әйелмен бақытты болсам болды, балам, маған басқа ештеңе керек емес дейді. Ондай ананы қайтып тастайсың сен, қалай тастайсың? Тастамайсың. Мен келіндеріме ұрыспаймын, қызымдай қараймын деп сөйтіп жүретін да. Енді мен мамам күшті ене болатын да, мен гарантия бере алатынмын да. Өйткені мамам алтын кісі, ботада біледі, ботада. Мен всегда бұрында андай армандайтын, осындай ене болса екен деп. И мен сенетін сондай болатынына. Потому что енді кішкентай кезімде туыстарым, мамаларым айтатын, ой, көреміз сен енең қандай болады екен, көреміз, жүресің ертең деп сөйтіп айтатын да маған. Бірақ мен айтатын, жоқ, мен көресіңдер, енем күшті болады деп. Сөйтіп айтатын да, сөйтіп кезіктіріп, мен қатты қуандым негізі. Потому что біз мама екеуміз қатты ұқсаймыз негізі. Екеуміз де жылауық. Андай ғой, натуре бізде мынандай қатты совпадать етіп тұр да. Келін ененің топырағынан, күйеу бала қайнатасының топырағынан деген тема болып тұр ғой. Үшін енді папа екеуміз, папа деп айтамын ғой, мен қазір пап деп айтамын, пап деп. Әке деп айтпаймын, енді папа деп айтамын. Үйреніп жатырмын да, ақырын деп. Кей кезде аға деп қаламын, байқамай, аға деп. Сосын есіме қалғанда пап деп қаласың, өте қайра. Анда-санда не қойып тығып жүресің. Ой, үшін солай. Құдайға шүкір енді. Бізге де ең бастысы керегі сол өзіміздің отбасымыздың амандығы. Алла тағала бізді ешкімге жүк қылып қоймасын, және өзінен өзге ешкімге мұқтаж қылмасын деп тілеймін. Сіздерге де дәл соны тілеймін. Сол кезде бірінші кездесу өтті, аман есен. Папасымен таныстым. Ботан үйінде өзінің атасы мен әжесі бар, жаңа папасы, мамасы мен папасы. Енді жақын арада Ботанның отбасымен таныса жатасыздар. Бөлсем инстаграмда, тиктокта. Соны айта кетейінші, мен көбісі сұрайды, анаң қайда, мамаң қайда, неге көрсетпейсің? Мен анам бар, Аллаға шүкір. Қазір Семей қаласында тұрып жатыр. Оның да өз отбасы бар. Оны неге көрсетпеймін, себебі біз бір қалада емеспіз. Және де мен енді атым шыға бастаған кезде мама маған айтатын, түсірмеш бота, көрсетпеші ана мынау деп айтады. Содан кейін мен вообще мама түсірмей кеткем. А так в целом мен бұрыннан қарап жүрген оқырмандарым негізі білет, мен мамамды көрген. Потому что мен салғанмын кезінде стористарды. Потом уже бағарақ сұрап кетті. Неге мамаңды көрсетпейсің, неге барлығын салмайсың? Даже андай тикток шығып кетті. Папамның екінші әйелін салып қойғанда Ботаның мамасы деп. Менің мамам ренжіп, айтып, жүрегім ауырып деп. Содан кейін мен бір пост салдым. Мамамды көрсетіп, осы менің мамам деп. Иншаллах бұйырса Семейге барамыз, көрсетеміз. Жақында бұйырса той, 6 октябрь ұзату, иншалла күтіңіздер, Семейге барып Ботаны алып кетем. Ұясынан, иншалла. Қызық болады енді. Қызық. Тойды да бір влог қып шығарамыз бұйыртса. Әр қызықты, қуанышты осы күнге дейін сіздермен бөлісіп келдім. Мені көтерген Алла тағала және сіздермен қалаймен бөліспей өтем. Қиындықта да, қандай жағдай болмаса мені қолдап, сөгетінде, көтеретінде өздеріңізсіздер, қорғап, жақтайтында өздеріңізсіздер. Бірақ мен тек қана сіздерге қызықты контент беріп, артымыздан еріп келе жатқан бауырларымызға, іні қарындастарымызға жақсы бір нәрсені насихаттап, жақсы бір енді көріп, күліп жатса да бір жақсы нәрсе алып қалсын деген ниет қой. Әйтпесе лағып, қуып жүре бермейміз бе? Сала бермейміз бе басқалар ұқсап? Бірақ ол бізге керек емес та. Өйткені ертең бізге еліктейтіндер өте көп. Қазір жас балалар өте қатты қарайды. Олжасхан сияқты болғым келеді, андай болғым келеді, інінен сияқты болғым келеді, мынандай болғым келеді.
блогерлыққа қатты қызығады. Жаным, бауырларым, қарындастарым, сендерге айтарым, мынау Инстаграмда болып отқан барлық нәрсеге сенбеңіздер, біреудің отбасында болып отқан дүниеге қызықпаңыздар, барға шүкір етіп өмірлеріңізді сүріп сабақтарыңызды оқыңыздар. Басқа ештеңе сіздерді қызықтырмасын, өйткені бұл жақ сіздерге керек емес. Шын айтамын, оқыңыздар, одан да мамандық қуыңыздар, оқыңыздар, білімді болыңыздар. Өйткені бұнда дәуірі бітеді, ерте ме кеш пе әр нәрсенің өз уақыты бар. Сондықтан білім ол әрқашан сіздермен мына жерде қалады да. А бұл Инстаграм, ТикТок деген барлық уақытша нәрсе. Сондықтан қазіргі жас балаларға айтарым, блогер болам, анау болам, мынау болам деп армандап, соған не істемеңіздер. Сабақтарыңызды оқымай қойып жүріп, қойшы мен бәрі блогер болып кетемін деп, сондай ой болмасын сіздерде. Блогерлер ақшаны қырып тауады, жуып тауады деп. Ол да оңай жолмен келіп жатқан ақша емес. Оның артында қаншама еңбек бар. Бірақ сіздерге айтар ақылым, одан да сабақтарыңызды оқып, мамандық қуған дұрыс. Мен өйткені просто оқымай кеткенмін, білмеймін, маған бәлкім солай бұйырған шығар, блогер болып кету. Бірақ екінің бірі болып кете алмайды олай. Сразу ескертемін. Тек қана біздің жақсы қасиеттерімізді алып, бір жақсы нәрсені үйренсеңіздер, бойларыңызға сіңдірсеңіздер, соған біз шүкір етеміз. Ешкімге самое главное жамандығымыз тимесе болды. Жарайды, жалғастырайық. Сөйтіп папаммен таныстық. Аллаға шүкір, папамыз жақсы. Ботам папасының қазір екінші әйелі бар. Құдайға шүкір, бәрі бақытты, өмір сүріп жатыр. Аллаға шүкір. Папасы айтты ғой маған, әрі қарай ботамды саған аманат қылдым. Әрі қарай өзін тәрбиелеп ал деді. Айттым, хорошо дедім. Болды. Бота өзім қолымда дедім. Болды. Содан бастап ботамен, енді ботаны қатты жақсы көремін. Өте қатты жақсы көремін. Бота мені қатты сыйлайды, құрметтейді, айтқанымды екі етпейді. Мен де дәл солай ботаға. Мен ботаға айтқан, бота, давай екеумізде взаимно болсын барлық. Сен мен демей, бірге болсын. Сен қалай мен ата-анамды құрметтейсің, мен де солай сен ата-анамды құрметтеймін. Жаңағындай реніш, енді ұрыс-керіс болып қалады арамызда, енді қылып қаламыз, анау-мынау. Бірақ бота мен мінезімді біледі. Негізі мінезімді біледі. Күліп, ойнап, қуып жүргенмен мен бір ашулансам, елдер наоборот ойлайды, мен андай стерва деп андай. Стерва? Иә. Ол не? Десең. Жоқ, ойлайды да, анда арам ойлы. Өзінше деп бір. Арам ойлы деп андай байқадым да. Ботаның мінезі жүп-жұмсақ, өзі сияқты нәп-нәзік. Бір ауыр сөз айтып қалсаң ренжіп, жылап қалуы мүмкін. Сондай нежный қыз да. Мен қуып ойнап жүргеннен кейін барлығы ойлайды да, мен добрый деп. А так мою доброту за слабость не принимайте. Мен не келеді бұл? Өшірші камераны. Құдайға шүкір барлығы жақсы. Ақырында осындай бір шешімге келдік. Енді былай қарасаң, басқа жұптар 3 жыл, 2 жыл, минимум 1 жыл жүріп үйленіп отыр да, біз 1,5 ай жүріп үйленіп кеттік. Білмеймін, негізі Алланың қалауы ма, или ойға жүрекке салғаны сол болды ма? Басқа ештеңе демеймін мен. Шүкір Аллаға. Өзімнің шешімім осы болды. Әрі қарай өмірді бірге көреміз, не болса да барынша. Қазіргі жастарға айтарымыз, енді бұл өмірде бұл үйлену оңай, үй болу қиын деп бекер айтпаған ғой. Кайф үйленіп алып, ана мынау деп. Жастарда көбісі асығады ғой шынымен де, үйленіп кетсек деп. Бірақ соны ажырасумен бітеді. Неге? Асығыстықтың шешімі бір-бірін көтере алмайды. Шынайы бет-бейнесін көрмейді. Өздерін басқа жағынан таныстырады. Сосын үйленгеннен кейін ертең мына жақ бет ашылады. Сондай болмау үшін бір-бірлеріңізді жақсы танып алыңыздар. И үйленбей тұрып барлығын басын ашып алған өте дұрыс. Обязательно барлығын басын ашып алыңыздар. Өздеріңіздің талаптарыңызды қойыңыздар. Өздеріңіздің егер келісіп, ойларыңыз бір жерден шықса, пожалуйста. Ал қазір бәрін жасырып, ертең үйленгеннен кейін көрсетемін, бүйтем, сөйтем десеңіздер, оның арты жақсылыққа апармайды. Мен ботаға бәрін басын ашып алып айттым, бота, бүйтеміз, сөйтеміз, мен қалай айтамын, солай болады. Сен де өз ойыңды бөлісе аласың. Так, барлығын точно қойып тастадым да, и бота айтты, мен де келсем деді. Өзінің талаптарын айтты, мен хорошо дедім, болды. Бірақ енді ажырасу ол Алланың қаһарына ұшырау ғой негізінде. Арадағы әңгімені сыртқа жеткізу ол тоже дұрыс емес. Потому что ол да ара қатынасты құртады. Мысалы, өз мамасына, ағасына, подругасына жеткізіп барады, осылай болып жатыр бізде деп. Ол ата-аналарыңыз сіздердің есінде сақтап қалады. Ертең сіздер тату асып кетсеңіздер, олар жүректеріне сақтап қалады. Сол үшін біз ұмытып кетсек те, ол ата-ананың жүрегінде ешқашан қалмайды. Мен қазір ботаны ренжетіп қойып, бота барып үйдегілеріне айтса, үйдегілер оны всегда запомнить етеді.
Ал сосын бота екеуміз татуласып қайтадан бақытты өмір сүре береміз. Ал ата анасының маған деген реніші болады. Сондықтан көрпенің астындағы әңгіме көрпенің астында қалу керек. Бөлмедегі әңгіме бөлмеде қалу керек. Жастарға айтарымыз, енді үйленейін деп жатқан. Өзіміз де жаспыз ғой енді просто. Жоқ, енді барынша ескерту міндетіміз ғой. Енді өзіміз де соған қарай әрекет жасаймыз, бірге әрекет жасайық деген ниет қой. Барынша семьямыз жігіттер сақтап қалуға тырысайық. Енді болады, аз қырыламыз, қиындықтар болады. Біз енді басталып отыр ғой семейный өмір. Алда не күтіп тұрғанын білмейміз. Болады. Бірақ барынша Алланың қалауымен, Алла өзі ажыратпаған шейін ажырамаймыз дедік қой бір-бірімізге. Бірақ сонда да ол ұрыс-керістің сынақ қой негізі. Оның барлығы сынақ, ашуға беріліп, ауыздарыңызға келгенде оттап, жаңағы ашулықпен. Мынандай сөз бар ғой, никогда не давайте обещания, когда вы счастливы, дейді. Никогда не делайте выводы, когда вы злые, дей ма, злой ма, қалай еді? Злый. Бақытты болып отқан кезде обещание бермеу керек та, андай. Өйткені сен ол кезде жаман ой болмайды. Обещать етіп қоясың. А когда ашуланып тұрған кезде никогда вывод жасамаңыздар дейді ғой, андай. Бірдеңе шешім қабылдамаңыздар. Өйткені ашулықпен шайтанның азғыруымен біраз жаққа кетіп қалуға болады да просто. Сол кезде барынша сабырлықпен жігіттер сабырлы болып, отбасымызды сақтап қалып, осы нәзік жандарды бағалауға тырысайық. Мен де тырысам. Енді иногда ашуланып қаламын қатты, бірақ сосын түсінемін да. Кешірімді болайық, бір-бірімізді ренжітпейік. Бақытты болыңыздар, самое главное. Қыздар да сіздерге айтарым. Таңдадыңдар ма бір жігітті? Болды. Өздерің тидіңдер ма сол жігітке? Өздерің кінәлісіңдер. Сендерді ешкім аяқтарына сүйреп, маған ти деп айтпайды. Өздерің таңдаған жұптарында өзгеге барып жамандамаңдар. Іштерінде қалсын. Ренжідіңдер ме? Ренжіп, іштерінде қалсын реніш. Өзіне айтыңдар, өзгеге айтпаңдар. Ата-аналарыңды вообще қозғамаңдар. Ата-аналарыңды вообще қоспаңдар. Көбірек дұға тілеңдер. Қыздар ғана емес, ұлдарға да соны айтадым да. Жігіттер сосын сендерге айтарым. Өздерін жақсы көретін әйелдерінің минустарын достарына айтпаңдар. Болды. Жақсы көретін қыздарының минустарын. Өйткені достарыңды ұмытпайды, оны ертең вечно ойларына, естеріне, әңгіменің арасына қосып жүреді. Басымен өткен просто. Керек емес. Жақсы көріңдер ме, ұрыстыңдар ма, қырылысыңдар ма, араларында қалсын. Болды. Бастысы дұғада болыңдар. Всегда Алламен сырласыңдар, дұға тілеңдер, береке берсін, бақыт берсін деп. Араларында Алла ғана болсын. Ешбір адам болмасын. Алыстамаңдар бір-бірлерінен. Бір-бірлеріне всегда түсіністікпен қараңыздар. Шанс беріп отырыңыздар. Қателеспейтін пенде жоқ. Біз періште емеспіз. Анау айтқандай бір жамандық істей қоймаса, шанс беруге болады всегда. Көттігер болу деген болмасын деген ғой. Біз анда не болып кетті ғой, мотивационный. Жоқ, енді бір жағынан дұрыс қой, енді біз енді құрылып жатқан отбасымыз, енді бастап жатқан сол сияқты енді үйленіп жатқандар болса деген ой, бәріміз бірге бақытты баянды өмір сүруді Аллам нәсіп етсін. Содан кейін сіздер адамға не тілейсіздер, бастарыңызға сол келеді. Соны жақсылық сөйлеп жүрейік, әр нәрсе. Жақсы сөйлеңіздер. Сіздер өздеріңіз байқамай қаласыздар. Негізі 10 күннен 9 тілден ғой. Сол үшін адамға жамандық тілеп, ниетіне қарай, мысалы, жүрегіне тиетін сөз, ауыр сөз айтып қалсаңыздар, автомат сіздер ол кісінің ақысына кіріп кетесіздер. Ал адамның ақысына кіру деген ол өте жаман нәрсе. Андай айтады ғой, жақсы сөйлей алмасаң үндеме, жақсы сөйлесең айта бер. Сондай сөз бар ма не? Жоқ, басқалай айтады. В целом сондай тема ғой. В общем, жақсы сөйлеп жүрейік, бір-бірімізге әрқашан қолдап жүрейік, бір-бірімізге мотивация берейік. Жаңағыдай достарын анамен қырылып қалдым, бүйтіп қалдым, сөйтіп қалдым десе, оған ол сондай, мындай деп олардың араларын одан сайын суытудың керек жоқ. Наоборот, қосуға тырысыңдар. Жұптар болса қосыңдар, ажыратуға тырыспаңдар. Өйткені енді жаңағыдай көп болады да ондай. Анаған барып совет сұрайды, мынаған барып анау айтады, таста, жарайды, қайтесің, жазсын дейді. Болды. Бақытты болыңдар, баянды болсын өмірлерің. Таңдадыңдар ма, болдың. До конца сақтап қалуға тырысыңдар. Арада бала болса, вообще тем более. Өздеріңді ойламасаңдар, балаларыңды ойлаңдар. 2 жастың ортасына есі кеткен кіреді дейді. Кім көрінгеннен барып ақыл сұрай бермеңдер сосын бұл өмірде. Біз бота екеуміз басында келіскенде той жасамаймыз деп келіскенбіз. Бірақ мен өзім іште енді мамамның тұңғыш ұлы болғаннан кейін, мамам менің бірінші қызығым үйлену жатыр.
осындай жағдайға жеткіздім ұлымды. Кезінде маған ертең байға тиіп ал, мына 2 ұлыңды қалай бағасың, қандай зарплатаны бұны өсіресің деп айтқан адамдарға мен көрсеткім келеді. Осылай дүркіретіп ұлыма той жасағым келеді деп айтатын бізге бұрында. Соның бәрі есімде қалып қойған ғой. Сол іштей былай жүрдім да, ботаның енді былай несін көріп жүрдім де, тойға да желаниясы жоқ. Ана не болғаннан кейін жағдайларға енді түсінесіңдер ғой. Сосын мен де айттым, мен де той жасамай ақ қояйық онда бота дедім. Той жасамай ақ қояйық дедім. Сосын бота да айтты, мен де жасағым келмейді деді. Мен айттым, хорошо, жасамаймыз дедім. Чисто там құдалық, там что-то замутим дедім, болды. Сосын анау бар, мынау бар, ақыл айтады, енді той жаса, қайтесің, мамам бар ғой, ұят болады, тем более бірінші ұлысың, тұңғыш ұлысың. Жарайды дедім, жасаймын дедім. Сөйтіп жүріп тәтті шайды жасаймыз деп келістік қой бәріміз. Ұзату как положено болады, и той болады. Ұзату семейде, той Екібастұзда өзіміздің қаламызда болады. Ноябрьда болады той, алла жазса. Тоже влог күтіңдер. Сөйтіп бота екеуміз той жасаймыз деп шештік. Енді қазір мен үй салып жатырмын. Үй салу тоже оңай емес мен. Ана до конца салып тастайтын ақшам жоқ, оны честно айтайын, былай просто бастағам ғой, Алла тағала әрекетке берекет беріп, иншалла жеңілдің берер деп бастап кеттім. Бота айтты да, енді той жасамай ақ қойып, ақшаны одан үйге құйық, үй салып алайық. Үйге құйық деді ғой, в общем. Бұйыртса бара жатармыз, бұйыртса қыдыра жатармыз, бұйыртса жасай жатармыз. Тілеужандікін жасаймыз. Анау мынау деп жүрдік та. Сосын мен де жарайды дедім. Бір жағынан реально ақшам былай кетіп қалды да, анау мынау Тілеужанға машина алып бердім. Сөйтіп былай не рассчитал енді, честно. Минуста қалып қойдым. Өзім машинам жоқ. Аллаға ар тәуекел деп жасап отырық. Енді қазір жаспыз ғой, пока емес уақыт бар да. Жасап алайық. Ертең қартайғанда аяқ көтеріп қойып жатып дем алатындай. Қазір көп жастардың не сандай ғой, қыдырып алайық, жаспыз ғой, көріп алайық дейді. Қыдырыңдар, пожалуйста. Но в то же время не забывайте, будущеларында ата-аналар всегда жандарында болмайды, аға көке тоже жандарында болмайды. Каждый сам за себя в ответе, в любой момент, не забывайте. Это тоже жұмыс істеңдер жастар, еңбектеніңдер, еңбекқор болыңдар, оқыңдар, ең бастысы оқыңдар. Бізге білімділер керек. Болашағымыз, Қазақстанымыз көркейсін, өссін десеңдер, өздерінің ғана қамдарын ойламай, елдің де қамын ойлап жүрейік. Сол оқыңдар, самое главное. Біреудің өміріне қызықпаңдар. Естеріңізде болсын. Сендерді всегда бір судить етіп жамандап отыратын адам, сөзге тығып отыратын адам, ол сендерден дәрежесі төмен адам. Сендер жете алмаған нәрсеге жетпеген адам. Сендерден жоғары адам ешқашан судить етпейді, потому что оған сендер қызық емессіңдер. Сендердің дәрежелеріне жете алмаған адам сендер всегда судить етеді, болды. Көре алмайды, потому что. Оған мән бермеңдер. Сендер одан жоғары тұрсыңдар, потому что. Сол айтарым. Біз бота екеуміз сөйтіп таныстық, 1,5 айда жүріп, бір-бірімізге жақын болып, ашылып, қыр-сырдың барлығын алдын ала басына ашып алып, ертең шірімей. Енді мен өте қатты ашушанмын. Негізі тез жынданып, тез басылам. Бірақ көбінесе позитивный болып жүргенді құптаймын да, өзім позитив деп қуып, бірақ бір жындансам қатты жынданам. Мен ботанандай видеоларын көремін ғой, бұрынғы киноға түскен. Ботанда енді кинодағы сценалар бар, бәрі әдейі салады ғой енді TikTokқа. Білмеймін енді қандай адамдарға сана берсін да, енді бізге вообще қиын негізі. Андай бұрынғы нәрселерімізді сала салса сразу тарап кетеді. Бұл по-любому біздің көзімізге түседі. Ботанда бұрынғы мысалы ондай кинолары, видеолар вообще шықпайтын негізі. Именно біз қалай ботамен жүріп бастадық, сондай видеоға, киноға түскендері бәрі шыға бастады да. Бота ол жасқанға изменять етті, сүйісті, бүйтті деп. Ондай әлі болады да, салады да, білеміз, ондай араға от салып, біреудің отбасын бұзғысы келетіндер, көре алмайтындар болады. Біз оның барлығын басын ашып алғанбыз, ертең осылай болады. Мен бірақ қатты жынданатынмын ше, анандай вообще просто неинтересно деп кетіп қалуға тырысатынмын, бірақ ана көзіме түскенде мен прям андай ашуланатынмын қатты. Біз өте қатты қызғаншақпын негізі. Бота да қызғаншақ. Бірақ сосын уақыты келе ақырын түсініп алдық енді. Енді папаларды мен мамаларды өздерінің ақылдарын айтты. Сендер халық алдында жүрген адамсыңдар. Бота ертең ол жас фотоға түседі, ана қызбен түседі, мына қызбен фотоға түседі. Сол кезде қызғанып қалма, түсіністікпен қара, оның жұмысы, оқырмандары, ертең ренжіп жүрме, сөйтіп бәрін айтты да. Бота айтты, мен де түсінемін ғой деді. Маған да солай папасы айтты. Ол жас бота бұрынғы киноларға түсті. Сценалары болды, андай-мұндайлар болды. Оның барлығы сценарий. Өмірде болған жоқ. Ботамды білем деді. Өмірде клубқа барып көрмеген қыз. Мынау тізесінен қысқа киіп көрмеген қыз. Кейін білді. Киіп көрмеген қыз деп айтты.
Оның бәрі кино деді, кинода қалсын деді. Қатқан боқты жібітпеңдер деді ғой, микроволновкаға салып. В общем, өткенде болды. Қазіргі будущиймен настоящий өмірмен өмір сүріңдер деді. Болды. Сендер барсыңдар бір-бірлерінде болды. Қызғансаңдар да в меру қызғану керек та. Сөйтіп үйретті да. Жарайды деді екен. Сонымен де справиться етіп кеттік қой негізі. Саған вообще пофиг негізі. Түсіністікпен қараймыз барынша. Бірақ мен всегда армандайтын жігітім қызғанса екен, мен андай қызғаншақ болса екен деп берді ғой. Слишком даже перебор болып кетті ма? Жоқ, мен ботаны ашуландырғанды жақсы көремін да. Ұнайды. Всегда қызғандыртам, андай әзілдер айтам, тығам. Білмеймін, енді ұлдардың қызғанышы негізі қыздардікінен қарағанда бөлек болады. Честно признайтесь, жігіттер. Просто оны қыздар түсінбей ма, мен білмеймін, түсіндіре алмадым мен ботаға. Я вышла за него. Енді алдағы қызықтарды бірге көріңіздер бізбен. Бұйыртса тағы бір жетістіктерге жетерміз. Мен өзімнің негізі мына блогерлық саламдағы мақсатым ақшаны күреп табу емес. Енді Алла тағала беріп жатыр, шүкір, соған қарай тауып жатырмын. Бастысы адалынан. Бастысы адалынан, Аллам берген әр ризық несібесі адалынан болса, маған сол жеткілікті. Мен дүниенің артынан қуып қалған адам емес, маған қатты қызық емес ол дүние деген. Әйтпесе рекламаны төбін түсіріп, жаңағы лохотрон, не лохотрон, маған қандай ұсыныстар түсетінін сіздер білмейсіздер ғой просто. Мен барлығына просто отказ беремін да, сіздер үшін. Керек емес, маған ондай харам ақшалар керек емес. Әйтпесе баяғыда М5 компетишн мініп алып жүретін адаммын ғой. Негізі азғырады, анандай суммалар сені азғыртады негізі. Бірақ все-таки отказ бересің. Өйткені түбінде оның қайыры жоқ та ол ақшаның. Ел қатарлы өмір сүрсек, маған сол жетеді. Мен өйткені отбасым қарапайым, нағашыларым, туыстарым бәрі қарапайым. Зарплатадан зарплатаға өмір сүріп жүрген жандар. Бала кезден соның барлығын көрдік, өстік. Ешқандай қиындық көрген жоқпыз. Өмір сүруге болады. Аллаға шүкір. Сенде бар нәрсе басқаларда жоқ болуы мүмкін. Соны ойла. Сендегі бар, даже мына Алла берген аяқ қол басқаларда жоқ қол. Басқаға арман, просто арман. Сен жағдайыңнан да хуже өмір сүріп жатқандар бар. Соны ұмытпа. Сен ғана емессің, единственный. Сондықтан барға қанағат, жоққа шүкір, или барға шүкір, жоққа қанағат. Аллаға шүкір. Ел қатарлы өмір сүріп, елмен бірге өсіп, ел өзі көтеріп, ел өзі қолдап жүрсе, бізге сол жетеді. Бар қызығымызды, жетістігімізді бөлісіп отырамыз. Также басқа біреудің де жетістігіне қуана білеміз. Көреалмаушылық деген болмасын, өтінемін. Тағы да айтамын, әр влогымда айтамын, көреалмаушылық деген болмасын. Бір-бірімізді қолдайық, өсеміз, сол кезде біз өсеміз. Бақытты болайық. Енді қосылып жатқан жұптар болса, жұптарыңыз мәңгілік болсын, жазылмасын. Жақсылық тілеймін. Елім аман болсын, жерім аман болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, сыртын жаудан, ішін даудан, тілсіз жаудан, табиғат апатынан, мың бір атты бәледен, 100 бір атты қатерден, тіл көзден сақтасын. Әумин деп қойыңыздар. Подкаст ұнады деп ойлаймын мен сіздерге. Короче, құрметті оқырмандар, сіздермен қоштаспаймыз. Қызықты қуанышты күндеріміз көп болсын. Қызықты подкаст болды деген ойдамын. Біреу бәлкім ой түйді, біреуге бәлкім күлкі келді, біреу бәлкім бірдеңе білді. Енді шынымен де андай ғой. Блогер болғаннан кейін, оқырмандарымыз болғаннан кейін көбісіне қызық. Көбісі қызықтайды, не болып жатыр, жүре ме, жүрмей ме, үйленді ме, үйленбеді ме, қалай танысты екен деп. Жастар көргеннен кейін қызық. Кейбіреулер болды ғой, өздерінше болып. Ой, сендердің өмірлерің кімге қызық деп. На самом деле қызық болмаса сондай комментарий жазып отыра ма? Ол өзі аңдып жүрген адам ғой, бізді мысалы айтқанда. Ана түсініп тұрмын, андай мені сөз қылып кетеді қазір. Мен айттым ғой қыздарға, шыдаңыздар деп. Андай смыслда айтқан жоқ. Мен вообще типа ұрсада, неде ондай емес. Жоқ, ондай емес. Жоқ, андай ғой, тырнағын астынан кіргізді, тырнағына татымас адам ғана дейді. Біз ешкімге жақпаймыз. Біздің просто жақсы ниетпен жіберіп айтып жатқан ойымызды жақсы адамдар сразу қағып алады да. Ал негативный адамдар болса, олар всегда андай бір дұрыс қабылдамай жоққа шығарады. Жоқ, оның айтқаны андай емес. Сендер соққыға төбелеп, ұрып, тепкілеп, сендер жер қылып жатса шыдаңыздар деп жатқан жоқ. Просто таңдауларыңыз өздеріңіз жасадыңыздар, соны ұмытпаңыздар. Таңдау өздеріңіз жасадыңыздар. Ақылмен, жігіттің ақылдылығына, білімділігіне, сөзіне, іс-әрекетіне қараңыздар. Санасына қараңдар. В общем, бақытты болыңыздар. Сіздермен болған Олжасхан және де Ақбота. Сіздер қатты жақсы көреміз. Енді бізде начинается новый контент, семейный. Енді біздің отбасыға бір адам қосылды. Құттықтап қойсаңыздар болады. Ол менің ботам. Кеттік па, что там?
все, лайк басып комментарий жазып өз ойларыңызды жазуды ұмытпаңыздар. Біз барлығына тек қана жақсылық тілейміз. Аман болыңыздар. Сосын қайда жоқ коучтардың сөздерін тыңдай бермеңдерші. Иә. Уағыз тыңдаңдар. Жүректерін тыңдаңдар. Все, давай. На связи. Все, каналға тіркел, лайк бас. Бізге 500 мыңға тез жету керек.